Алмай қойыңыз, көтермейді ол. Қыздар, бұл қалай болғаны? Мүмкін келіп қалар. Білсек бұлай тұрамыз ба? Адамның ашуына тимеңізші. Бұл есіктің жабық тұрғанына біраз болды. Дубайға барасыңдар, марафон басталады дегені қайда? Мен кішкене ауырып, уақытым болмай кетіп еді. Ол уәде берді ғой, қыздар. Ол бәрімізге уәде берді. Ақшамызды алып, енді зім-зия жоғалды. Таңнан бері осында жүрміз, бір адам жоқ. Басқа елдер полицияға шағымдануға кетті. Сіз қанша ақша беріп едіңіз? Мен бе? 10 миллион теңге. Құдай, Жұлдыз, не істедің? Кезінде Аидаға күліп едің, енді өзіңнің істегеніңді қара. Жұлдыздың келетін уақыты болды ғой, қайда жүр екен? Айжан, сен хабарластың ба? Я жаңа қоңырау шалғам, жауап берген жоқ. Тағы хабарласып көрейін. Көрш? Я көрш. Телефоны сөніп тұр. Енді қайттық. Ойбай, бір нәрсеге ұшырап қалмаса жарар еді. Алло, естіп тұрсың ба? Тыңда, бүгін бастамасақ болмайды. Бәрі сезіп қойған сияқты. Сенің көмегің керек. Уақытты қыз. Жақсы. Кірісейік. Әкесінің баласы. Санжар, Иә, жаңалық естідің бе? қандай жаңалық? Жомарттың хатшысы Еркеше жұмыстан қуылыпты. Ол Жомартпен көңіл көтеріп, ол әңгіме Жұлдыздың құлағына жеткен. Басқасы басқа Жомарттан мұндай әрекетті күтпеген. Иә. Сенің орныңа жұмысқа келген жігіт ше? Еркенің ағасы екен. Ол да жұмысты қатырмапты. Шолпан Ахмет қызына қиын болды. Түсінікті. Біреулер келеді, біреулер кетеді деп еді ол қыз. Ерке сені қасақана жұмыстан шығарып, ағасын алдырған ғой. Көрдің бе? Жомарттың сеніміне кіріп істеп жүргенін қараш. Не деген пысық қыз. О, анашым! Сізді қатты сағындым. Әлі, мазам болмай тұр. Апа, сурет салып жүріңізші, бірге бояйық. Шаршап тұрмын деймін, Әли. Жұлдызжан, Ләйлімнің қарынашты мүмкін қасыңа аларсың? Керек емес, апамның қасында бола берсінші. Жұлдызжан, кештетіп қайдан жүрсің? Сені уайымдағаннан осы жерде тапжылмай отырмыз. А? Мені тағы да жынданып кетеді деп ойлайсыздар ма, апа?
Не дейді? Дағы ауырып қалмаса жарар еді. қойыңыз. Айжан, сен барып сөйлесіп көрші. Не дегенмен абысының мүмкін саған ашылып әңгімесін айтар, а? Иә, Қалай болар екен? Барғыз сөйлесіп көрейін. Кілттері қайда тұрушы еді? Жақсы. екіншіге тоғызыншы қабат тыныш па? біріншіге тоғызыншы қабат тыныш. Қабылдан. Зәрем düşürdü ғой. Қажет жоқ. Бізге керегі осы болуы мүмкін. Цифрлы электронды қолтаңба. Бітті. Жомарттың бар ақшасы біздің қолымызда болады енді.
қозғалыссыз осылай сағаттап отыра бересің бе? Шай әкеліп берейін. Ішпеймін. Білесіз бе, ләлімге сүтін беріп ем, сонда да қарны аш сияқты. Қоспа сүттен гөрі Емізе алмаймын. Жұлдыз, мен бөтен адам емеспін ғой. Ішіңізде сақтағаннан гөрі сырласқан жақсы сияқты. Аз күннің ішінде құрбы болайын деп пе едің? Әлде бәрін апама жеткізу үшін жүрсің бе? Жоқ. Жай, енді жаным ашыған соң Сырымды ешкімге айтпаймын. Себебі сенбеймін. Бұл үйде жанашыр адам жоқ. Оған көзім жетті. неге олай дейсіз? Өзіңіз білесіз ғой, көңіл сұрау міндетім. Кеш жарым. Аман есен келдіңіз бе? Мен дастархан жаяйын. Жақсы. Жұлдыз, тыныштық па? Тыныштық емес. Сенген сүйгенім себепсіз сатқындық жасады. Мен алдандым ма? Қойшы енді болды. Нүктесін қойып едік қой. Мен нүктесін қоймадым ма? Көп нүкте, көп сұрақ. Басқа біреумен көңіл көтерген адамды не үшін кешіруім керек? Жоқ. Мен махаббатты, жылулықты, сезімді курстан іздеппін. Круизбен саяхаттан іздеппін. Ыстық ықыласты күйеуімнен емес, коучтан іздеппін. Енді өмірлік құлшынысымнан да, күйеуімнен де, қаражаттан да айырылдым. Түсінбедім. Қандай қаражатты айтып тұрсың? Сейфтегі 10 миллион теңгені тренер-коучқа апарып бергем. 10 миллион? Есің дұрыс па сенің? Білмеймін. Мүмкін дұрыс емес шығар. Еркеге жұмсаған ақшаны есепке алмайсың. Ал менен сұрайсың. Қандай адамсың сен, жомарт? Саған кім рұқсат берді ол қаражатқа тиісуге? Енді ол ақша жоқ. Не сұмдық мынау, Жұлдыз? Болды. Мен бұдан артық шыдамаймын. Маған сөйлемеш. Маған сөйлейтін сен кімсің? Сенің хақың жоқ.